Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге оңай болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Тыныс белгілері. Тілімізде негізінен 10 тыныс белгісі бар. Нүкте, үтір, нүктелі үтір, көп нүкте, қос нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, сызықша, жақша, тырнақша. Бірінші тапсырма. Тыныс белгілерді қолдану ерекшеліктерін есіңе түсіріңдер. Сөйлемнің соңына қандай тыныс белгілері қойылады? Сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Сөйлемнің ортасында қандай тыныс белгілері кездеседі? Сөйлемнің ортасында үтір, сызықша тыныс белгілері кездеседі. Сөйлемнің алдында қандай тыныс белгісі қойылады? Сөйлемнің алдына сызықша немесе тырнақша, жақша тыныс белгілері қойылуы мүмкін. Екінші тапсырма. Өлеңде нүкте өзі туралы не айтқан? Мен сөйлемнің соңында тұрам, солында емес, оңында тұрам. Сөйлемдердің жігін ажыратып, кідіріс белгісін орнында тұрам. Тиянақты ойдың біткенін білдірем, сөйлем соңына тамам. Дауысымды бәсеңдетіп үлгерем, маған кідіріп дем аласың. Мен емес пе бөліп тұрған ой арасын. Бұл жерде нүкте өзі туралы сөйлемді мағыналы етіп және де сөйлемнің ажарын келтіріп тұрғандағы айтқан. Басқа тыныс белгілері не туралы материал табыңдар немесе солардың бірінің атын әңгіме құрыңдар. Үтірге келетін болсақ, үтір сөйлемнің ортасында немесе кездеседі және сұрау белгісі, леп белгісі сөйлемнің соңында кездеседі. Үшінші тапсырма. Әдебиеттік оқу кітабы бойынша зерттеу жүргізіңдер. Бір өлеңді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Өлеңде қандай тыныс белгілері қолданылған? Бір өлең оқи кететін болсам, Абай атамыздың күз өлеңі. Күн суық, күз, сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, жылқы ойнап, бие қашып, тай жарысқан. Осы өлеңдерге тыныс белгілеріне назар аударатын болсақ, бұл өлеңде үтір және нүкте тыныс белгілері қолданылған. Қай тыныс белгісі көп? Үкте мен үтір тыныс белгісі көп. Бұл өлеңде тыныс белгілердің қандай қызмет атқарып тұрғанын туралы ой бөлісіңдер. Бұл өлеңде тыныс белгілері өлеңнің мазмұнын келтіріп және кідіріс беріп, өлеңді қызмет атқарып тұр. Төртінші тапсырма. Өзіңе ұнаған тақырыпта хабарлама жасауға дайындал. Тыныс белгілер не үшін қажет? Тыныс белгілерге мадақтау сөз. Тыныс белгілер не үшін қажет? Тыныс белгілер сөйлемді ойды тиянақтау үшін қажет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақтағы тапсырмалар түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, комментария жазып және каналға тіркеліп кетейік. Мен сендерге түсінікті болу үшін, пайдалы болу үшін тағы да осындай видеоларды көп шығарып отырамын. Түсініксіз тақырыптарың болса, комментарияға жазып кетіңдер.